әрқайсысы жайлы қадау болған тұлғалар жайлы кітап жазуға болады, фильм түсіруге болады, телебағдарлама түсіруге болады. Дәл солай өзіңнің әкең жайлы де шер тарқатып әңгіме айтуға болады. Ауыр болса да айтуға тура келеді, осы жерде тірі өлікке айналады. Физикалық тұрғыда ол тірі, ал шығармашылық тұрғыда өлген адам. Арамызда жүр, бірақ оның жаны өліп баратыр. Гол емес дейтінді. Дәл Амангелдідей оны ешкім жасай алмайды. Қазір адам сол 24 сағаттың ішінде өзі саналы түрде ең болмаса бір 30 минут дамылдап отырып, әңгіме айтып, төрт көзіміз түгел отырып шай ішетін уақытты табуды саналы түрде жасау керек. Бір болмайтын іске әкелер бас сұғып, болмас іске бір дау шығарып, соған бір балаларын зиянды нәрсеге ұрындырып алады деп қорқам кейбір жағдайларда. Ұсақ түйекке үлкен басымен араласуға мәжбүр болатын жерде, тау тұлға адамның тау шағылып, кіріспейтін жерге кірісуге мәжбүр болатын жерде іс жүрмейді. Міне қазір бірақ мынандай нәрсе қалыптасып қоғамда, детская травма деген нәрсе. Ой, сенің қандай травмаң бар? Сенің қандай арманың бар? Сен әкеңе қай жеріне өкпелісің? Мен. Иә. Ассалаумағалейкум, арлағайын. Енді өздеріңіз байқағандай руханият лайф жобасы әрбір жаңа подкасттармен көрермен тәнті етуде. Ал бүгінгі біздің қозғайтын тақырыпта күнделіктіден ерекше, тіпті оның қонағын қазір өздеріңізбен таныстырып өтейін. Қазаққа белгілі журналист, қазақтың ерке қызы, батылда батыр қызы, менің әкем Амангелді Сейітханның замандасы Дана Нұржігіт. Дана ханым бүгінгі енді сұхбат подкаст деп бөлмей қойық, жалпы әңгіме дәурен құруға қош келдіңіз. Енді осы бір тұста бір нәрсеге көзім айқын жетті. Мына әкем енді өмірден өтті ғой, адамды өлді деп айтуға келмейді де, артынан қимайсың. Қимайсың, өшпейтін із қалғанмен. Бірақ менің тағы бір түсінгенім, әкемнің көзін көрген адамдармен мен жүздескенде ішім бір марқайып, жадырайып қалады. Міне сол орайда да екеумізді бүгінде тағдыр қосқан сияқты, сол орайда бір бала құндылығы жайлы да әңгіме айтатын боламыз. Енді мына әбекең жайлы өзіңіз бір естелік болсын. Енді бала құндылығына қандай назар аударған өзіңізді өте жақсы білесіз. Тіпті менен жақсы білесіз деп айтсам мен қателеспейтін де сияқтымын осы бір орайда. Саламатсыздар ма, қымбатты көрермен? Саламатсызың айналайын Бекасыл. Мен бір жаңағы өкінішті сөздерді айтып отырған кезде езу тартып күлгенім. Алдымда отырған жігіт Бекасыл. Біз ең алғаш бұл баламен танысқанда Жүргектегі Бекасыл екен. Жаңа осы студияға кірерде есіме алып жатырмын. Қай жылы осы біз Нәзік босанып, Назгүл дегенім Амангелді Сейітханның Құдай қосқан жары. Біз үйіне қонақ болып бір шәугім шайға келіңіздер деген кезде менің баламның әкесі Владимир Рерих бәріміз жиналып сіздің үйге қонаққа барған едік. Сонда Назгүлжан тастай қып жөргекке нәрестесін орап жатыр. Мен үйге гүл ұстап кіргенмін. Назгүл қайда деп гүлімді қоятын жер таппай үлкен бөлмеге кіріп келе жатсам, жөргекке бір келіншек баланы орап жатыр. Бірақ бөлменің ортасына келген кезде әлгі келіншек басын көтеріп, мен ғой деген кезде мен танымай қалдым. Назгүл баланы босанып, дөңгеленіп қапты, мен танымайтындай болып. Ал менің көз алдымда Амангелді екеуі хабардың бір жаңа жылында мекен, бір әдемі кешінде ортаны бермей шаң шығарып осы билеген есімде. Сол кезде екеуі де жіптіктей арық, Назгүл тіпті кіп кішкентай, сүйегі сондай майда,
бабында дейсіз ғой. Иә, нәп нәзік қыз бала болатын. Ол кезде Ерасыл бар ортасында, өзіңнің ағаң. Жаңа қай баласында барып едік деп есіме алып отырсам, сөйтсем сол мамасын әп-әдемі дөңгелек келіншек қылып қойған Бекасыл деген нәресте мінекей қасымда 20 жылдан кейін өзімнен сұхбат алып отырған. Кеше ғана мүйізі қарағайдай жаттықтырушыларды сөзден тұқыртып отырған Бекасылдың өзі екен. Айналайын. Рахмет. Әрине, әкеңнің өзі өлсе де көзін көргендер өлмесін, қасыңда жүрсін деген сөз рас екен. Мен де өзім әкемді ерте жоғалтқан адам ретінде сені өте жақсы түсініп отырмын, айналайын. Аман келді дегенде біздің жанымыз бөлек хабарлықтардың. Бейсен, Нұртілеу аға, кеше ғана мінекей Владимир Эрих біздің жетекшіміз дүниеден озды. Ол бір үлкен біздің ғана емес, сол хабарда істеген жалпы мына телевизия деген медиа әлемде өзіндік орны бар бір үлкен әлемнің бір тарихы. Әрқайсысы жайлы қадау-қадау болған тұлғалар жайлы кітап жазуға болады, фильм түсіруге болады, телебағдарлама түсіруге болады. Дәл солай өзіңнің әкең жайлы де шер тарқатып әңгіме айтуға болады. Әбекең мен үшін хабардағы өте жақын адамым, әріптесім, сырласым. Екеумізді бастапқыда 2 редакцияда жұмыс істесек те, бізді жалықтырмайтын жаңалықтар деген бір жобаға қосқан кезде біз бір-бірімізбен жақынырақ таныстық. Әбекең хабар алғашқы кездері өзінің компьютері жоқ, өте жұпыны, кішкентай ғана редакциядан тұратын жаңалықтар бөлімі болып ашылды ғой. Сол кезде бәрі қағазға қолдан репортаж жазып, машинисткаға тапсыратын кездер болатын. Ятрань деген кәдімгі бүйтіп басатын машинкада отыратын машбюро дейтін болатын. Сол машбюро бір күні жабылады, компьютер береміз, әрқайсыңызға компьютерге басасыз деген кезде. Ат тонын ала қашқан журналистер көзіме елестесе қазір күлкім келеді. Компьютерден қалай қашуға болады? Заманның талабы ғой. Сонда кәдімгі баяғыда 20 ғасырда мынау электр шамы қалай келсе, компьютер редакцияға дәл солай келген. Компьютерден қашқан журналистерді көрдіңіздер ма? Көзге елестету қиын ғой. Ол қалай, сонда машинисткаға бармаймыз ба деген сияқты. Қалам ұстаған журналистер қайда қалды дегенде әңгіме болды. Сондай журналист еді. Екеумізді жалықтырмайтын жаңалыққа қосқан кезде Әбекең компьютер баспайтын. Хабар тікелей эфирде кешке жүреді. Біз түсте жиналатынбыз редакцияға. Сол кезде мен келсем, балабақшада ұмытып кеткен балалар болады ғой. Солықсап аман келді алдымнан шығады. Қолымда бір жапырақ қағазы бар, қолға түсірген бір алғашқы сөздері бар, өзінің бір идеялары бар. Данчо, қалайсың досым, қайда жүрсің деп. Құшақ жаяқ қарсы алушы еді. Қайда жүрсің, мен бірдеңелерді түсіріп қойдым, ананы тілін білмеймін деп мені компьютерға отырғызатын. Соның Әбекеңнің машинисткасы болдым мен. Сосын мен бір идеяны айта бастасам, ол суырып салғыма ақын ғой, Әбекең. Мынандай ойды айтсақ қалай болады деп, мен өзімнің қара сөзіммен бастасам, жоқ оны бүйтейік дейді да, ол кәдімгі өлеңдетіп жазатын өзінің стиліне. Сосын мен айтам, Әбеке, мынаны мен айтатын болсам, диалог қылып жазамыз ғой суфлерға. Мынаны мен айтсам, жұрт сенбейді, мынау менің сөзім емес. Мен өзімен қайлығып жазып алайын, сен өзіңдікін осылай кәдімгі қағытпа қалжың қылып айтыстың стилімен бергенің саған жарасады деп. Екеуміз сондай бір тату тәтті өмір сүрдік сол жалықтырмайтын жаңалықтарда. Сосын тағы бір езу тартып күлетін жері, екеуміз бір күні отырып емес тұрып жүргізетін болдық хабарды. Маған енді тұрып жүргізген, маған бәрібір. Биік өкше киіп келем. Әбекең бір күн айтады, сен биік өкше кимей-ақ қойшы дейді. Бойы аласа жігіт қойын. Бойы аласа, өзі топ-томпақ жігіт. Сосын бір күні
бізге жасап берген мынандай трибуна бар. Трибунаға мен бәрібір биік болып кетемін да, Әбекең төмендеу болып қалады. Сосын жігіттер бір күні астына бір жәшік сияқты мынандай бірдеңе алып келді, қорапқа. Сол қорапқа тұрып сөйлейтін болды Әбекең. Сосын айтады ғой жаңағы, жалпы планды алмаңдар, көрініп қалады екеуміздің бойымыз деп. Сөйтіп, сондай керемет әңгімелесіп, әзілдесіп жүргізетін едік хабарды, бір-бірімізге кәдімгідей жол беріп. Диалог деген жалпы партнер болу деген, бұл да өнер. Өйткені екеулеп жүргізетін репортаждарда кейде әріптесін тыңдамай, назардың бәрін өзіне алғысы келіп, қасындағы партнерына сөз бермей, алға шығып кетіп отыратын әріптестер болды, жасыратын несі бар. Ал Әбекең, ол репортажды, комментаторлықты жалғыз жүргізсе де, алғы шепте, осал емес. Ал командада жұмыс істесе, мынандай партнерлық репортаждар, бағдарламаның жүргізуші болғанда да өте бір сезімтал болатын. Ол серік болуды да білетін, жалғыз болуды да түсінетін адам болатын. Жалғыз болғанда да осал емес, серіктес болған кезде қасындағы досын толықтырып отырады, я болмаса айтқан сөзін сол жерден қағып алып кетіп, оны да түрлендіріп, оған да бір сөл беретін, нәр беретін керемет өнері бар еді. Амангелді де мына топтық жұмыс кезінде бір лидерлік қасиет байқалды ма сондай бір кездерде? Енді лидерлік қасиет деп оны нені айтамыз? Мысалы бір идея бергенде, әрине сценарий жазған кезде біз алдымызда бірнеше сюжет болады. Сол сюжетті біз енді тарс еткізіп, қазір осындай сюжет көресіздер деп айтпаймыз ғой. Оны орағытып алып келіп, өзіміздің өмірімізден, оқығанымыздан, түйгенімізден алатын бір сөзді алып келіп, я болмаса, әсіресе Амангелді өзінің сөзінде ауылда болған бір оқиғаларды айтып жеткізетін. Біздің ауылда деп, сол кезде ол сонысымен көрерменге өте жақын болды. Өйткені ондай әпенділеу адамдар, ондай бір күлкілі әңгімелер, ондай бір көзге түсетін ерекше кейіпкерлер өмірден алған. Әр ауылда бар, әр үйде бар, әр қалада бар, әр ортада бар. Соны көрерменді өте жақсы сезінетін Амангелді. Міне осы жағынан ол лидер болатын. Жазған сценарийде берген дәні, идеяның дәнінің өзі тәтті болатын. Ал ондай партнерің қасында отырған кезде сенде қалыс қалмайым деп, қаңқасын беріп тұрған кезде, сүйегін беріп тұрған кезде, оған әдемі ғып, кәдімгі сүбелі ет қосатын әңгімені сенде айтқың кеп тұрады ғой. Әрине. Сондықтан да біздің диалогтарымыз тұшымды шығатын деп ойлайтынмын. Қазір де солай ойлаймын. Ол хабарды енді мен көптен бері архивтен алып көтеріп көрген жоқпын, бірақ біздің хабарымыздың іздеушісі болды, жалықтырмайтын жаңалықтардың. Эфирде көпте жүрген жоқ өзі, бірақ жалықтырмайтын жаңалықтардың жүргізушілері ғой деп бізді көрген жерде танитын. Жұлдыздай бір жарқылдаған жоба болды сол? Сосын бізді мектептерге, осындай көрерменмен кездесулерге шақырып тұратын болды. Бірге шақырып тұратын болды. Кәдімгі, егер ол хабардың өміршеңдігі сәл ұзақтау болған кезде, негізі біздің бір жаман жеріміз, хабар әп-әдемі басталып келе жатқан кезде тарс еткізіп жауып тастайды. Сондықтан да біздің қазақ телевизиясында ең өміршең жоба, сол Тамашадан басқа өміршең жоба жоқ-ау деймін. Мен де сөйтіп ойлаймын соны. Тамаша 40 жылдай жүрді ма эфирде? Дәл сол сияқты жобалардың бір 10 шақтысы болған кезде біздің тарих толық болар ма еді қазақ телевизиясының. Біздің бір жаман әдетіміз, бастық ауысқан кезде, бір редактор ауысқан кезде хабарды да тарс еткізіп жауып тастайды. Әйтпесе шежіре деген кезде біз сондай хабарлармен толтырып тастаушы едік. Тамыры терең емес дейсіз ғой не нәрсені? Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Дәстүр деген нәрсе, дәстүр сабақтастығы деген нәрсе міне осындай тұлғалық бағдарламалармен келеді. Сосын телевизия деген темір-терсек емес, темір-терсек заманға сай ауыса береді. Телевизия деген адамдар, телевизия деген портрет галереясы. Біз қазір қазақ телевизиясы деген кезде ауысқан темір-терсекті айтпаймыз. Біз Нұртілеу Иманғалиұлы дейміз. Біз Бейсен Құранбек дейміз. Біз Амангелді Сейітханұлы дейміз.
Сейітханов дейміз бе, Сейітханұлы? Сейітханов. Негізі Сейітхан ғой, сол көп жерде шатастырады екен, мына Муатханұлы деп. Негізі Мәуліт хан болған ғой, Мәуліт түніне орай қойған атамыздың. Амангелді Сейітханов дейміз. Сондықтан мынау портрет галереясын жасайтын осындай тұлғалар. Бұл енді телевизияда жүрген менеджерлердің бас ауыртатын дүниесі. Қазір соған альтернатива ретінде келген осындай подкасттардың көптеп шығып жатқанына мен өзім қуанам. Өйткені баяғыда мысалы телевизионщиктер жұмыссыз қалған кезде біз үшін ешқандай альтернатива жоқ еді. Қайда барамыз деп. Сол кезде мен есімде Владимир Антонов деген бізде журналист болды. Ол 6 соток деген бағдарлама жүргізді. Кәдімгі бақша туралы, огород туралы. Оның да өзінің көрермені бар еді. Ол кісі өзінің стилін қалыптастырған мықты журналист еді. Сол кісіні зейнеткерлікке шығарып салдық, құрметтеп. Көп ұзамай әйелі қайтыс болды. Сонда біздің телевизия мамандары Владимир Антоновтың телевизияның ғимаратын жағалап кіре алмай жүргенін айтушы еді. Кішкене ұрттап алған, өте мұңайып жүргенін, телевизияда не жаңалық болып жатыр, не істеп жатсыңдар жігіттер деп кіруге рұқсат жоқ, жұмыс істемейді ғой. Зейнетке шығып кеткен. Енді не істеймін деп абдырап қалған, әлі де күшінде, әлі де бабында жүрген адамның көз алдыңда өліп бара жатқанын көріп отырып, сен ештеңе жасай алмайсың, оған альтернатива бере алмайсың. Ол ауыр болса да айтуға тура келеді, осы жерде тірі өлікке айналады. Физикалық тұрғыда ол тірі, ал шығармашылық тұрғыда өлген адам. Арамызда жүр, бірақ оның жаны өліп баратыр. Сен де ештеңе ұсына алмайсың. Енді осы жерде Амангелдіге де келуге тура келеді. Әбекеңді біз шығармашылық адамы ретінде біз соңына дейін аша алмай кеттік. Оған сол кезде телевизияда билікте отырған адамдар ауыр болса да айтуға тура келеді, кінәлі. Бейсенді біз мысалы зорықтырып өлтірдік деп есептеймін. Бейсенге жұрттың көңілінен шықты екен деп біз тым ауыр жүкті арқалатып жібердік. Айтып отырмын ғой, ол Бейсеннің бойындағы дерт ұзақ жыл білінбей келген. Бірақ оны көрген дәрігерлер бүкіл қазақтың өксігін жинап алыпсың ғой деген екен. Ал Әбекеңді біз бәйгеден ерте суырып алдық. Ол әлі де шабатын еді. Екінші тынысы ашылып атқан сәтінде қорқып қой сондай. Ол құлдырайтын жағдайға келген жоқ, оны алып тастаған кезде эфирден. Соны эфирден алған адамның өзі тілді жөнді түсінбейтін. Амангелдінің өзінің артынан қандай қалың халық тұрғанын түсінбейтін адам еді. Сосын жалпы мынау басекелеріміздің бір адамның артында тұтас бір тағдыр, бір отбасының тағдыры тұрғанын, бір тұтас бір мынау әлеуметтік стратаның тұрғанын, жанашыр халықтың тұрғанын, өзінің көрерменінің тұрғанын түсінбей, түпкілікті бір шешім шығарған кезде соның ар жағы неге соғатынын ойланбайтынына мен таң қалам. Сонда айтып жатырмыз ғой, жаңа басшы келеді, бір жаңа жобасын ұсынады деп. Сонда олар оған дейінгі істеген адамдардың еңбегін бір байқап көрмей ма? Сонда бір Бекасылжан, егер бұл тек қана телевизияның саласында ғана болса екен жарайды. Бұл барлық салада сол ғой. Аңғарасыз ба? Әрине, рас айтасыз енді. Медицинаның да сол. Өкініштісі сол. Мен Дара жол бағдарламасын жасай жүріп өкінетін бір, өзім қатты өкінетін бір тұсым, қазақ өз құнын білмейтін халықпыз біз. Кейбір халықтарда болады, кішкентай бармақтай ғана бір талантын көрсе, соны үрлеп, содан бір жалын жасайды, содан бір сенсация жасайды. Кішкентай сол таланттың ұшқынын көрсе болды. Біздікі керісінше.
таланттың ұшқынын көрсек, оның аузы қисық, оның аяғы қисық, оның сөзі мынандай, өзі мынандай деп тепкінің астына аламыз. Неге сондай, мен түсінбеймін. Адамның құнын білмейміз. Ондай адамдар көп сияқты көрінеді. Алла тағала оны күніне 100-ін бере бермейді ондай адамдардың. Ілуде біреу. Бейсен тума телевизионщик. Оның харизма деген нәрсе тартымдылық қой. Ол я бар, я жоқ. Оны тәрбиелеу мүмкін емес. Ол үшін адам қайта туу керек өмірге. Амангелдінің де стилі сол. Ол Амангелді сияқты жазу мүмкін біреу соған еліктейтін шығар. Бірақ дәл Амангелдідей гол емес дейтінді. Дәл Амангелдідей оны ешкім жасай алмайды. Бірақ еліктеймін деп, ол өз-өзін құртып алуы да мүмкін, бір жаңа адам. Сосын мен тағы бір нәрсе есіме түсіп отыр. Мен 17-ші жылы универсиадаға комментатор болдым. Мәнерлеп сырғанау спортында. Сонда қайтып келген кезде Амангелді мені спорт комментаторы болғаннан кейін менің сол жұмысымды, комментаторлық жұмысымды ерекше қадағалап қараған болу керек. Мені бір әріптесі ретінде, мені бір қатарға алған солдат ұқсап, шайқастан оралған солдат ұқсап мені қарсы алды. Екеуміз сол жерде өте ұзақ әңгімелестік комментаторлық өнер жайлы. Нені ескеру керек, нені білу керек, қалай дайындалу керек, не оқу керек. Мен енді бірінші рет бардым ғой комментатор ретінде. Онда да соның алдында 1 жыл бұрын бекен, жарты жыл бұрын бекен Асхат Сағынаевқа бір комментаторлық бір адамның сыртынан телефон арқылы жазып, мына жерде мынаны айтып беруге болар еді ғой. Неге комментаторлықтың сөзі сондай бір сөл жоқ, солыңқы болды? Комментатор деген осындай болушы ма еді деген сияқты сыртынан отырып өзімнің сынымды айтқам ғой, сыни пікірімді. Уақыт өткеннен кейін маған телефон соғып тұр. Мықты болсаң көр, жарайды, біз сізді комментатор ретінде шақырайық деп мәнерлеп сырғанау спортынан қалайсыз? Комментаторлыққа шақырамыз. Денис Тен қатысатын 17-ші жылғы универсиадаға комментатор болыңыз деп шақырды ғой. Сонда ал енді мықты болсаң шауып көр, әуселеңді көрейік деп қосты ғой әлгі бәйгеге мені. Содан қайтып келген кезде Амангелді Қазмедиадан күтіп алды мені. Әй қызау, сен комментатор болып кеткенсің ба? Жүр бері деп екеуміз сол жердегі кафеге отырып ұзақ сөйлескенбіз комментаторлық туралы. Енді ол мүлде басқа өнер, ал Амангелді сол өнердегі бөлек мектеп комментаторлықтың. Қазір енді мен сол өнерді қадағалап жүрген адам емеспін, бірақ деген мен жалпы қазақ тілінің қазір сол орысша сленгке, орысша теңеулерге толып жатқанына мен қатты өкінемін. Мына осы орайда бар ғой, бір сұрақ туындайды. Қазірде бізден жастар көреді ғой, комментатор болғысы келді. Мен де комментатор болып жүрмін да, мысалы 1,5 жыл болды, олимпиада жүргіздім. Мына комментаторлықты көп адам шатастырады екен. Сіздің түсінігіңізде комментаторлық деген не ол сонда? Оны қалай қабылдау керек адам? Мысалы осы бір салаға келместен бұрын. Біреу айтады, журналистің бір шыққан ішіндегі бір талантысы дейді. Біреу айтады, енді мен айтам оны, халықтың бір ойын жеткізе алатын адам деп ше, экранда не көретін. Комментатор деген кім ол негізінде? Нені ескеру керек? Қараңыз, комментаторлық мектеп телевизия жоқ кезде, радио кезінде қалыптасқан. Яғни ол мынау Ахаң Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, кәдімгі көзі, тілі, құлағы адамның, иә? Сен көрмесең де көріп отырғандай, бармасаң да барып отырғандай етіп сезіндіру, көрсетіп отыру, оның қиялын ояту, иә? Енді қараңыз, Амангелдінің бойында спорттан басқа өнер болды. Айтыс деген не? Бұл синтездік өнер ғой. Бұл театр, бұл музыка, бұл поэзия.
және спорт. Атақты комментаторларды қараңыз. Озеров, актер, комментатор. Атақты Коте Махарадзе, кім? Актер. Көрдіңіз ба? Сонда комментатордың бойында не болу керек? Өнер. Сезімталдық болу керек. Адамға сөзін жеткізе алатын шешен болу керек. Өзіндік актерлық шеберлігі болу керек. Тапқырлығы болу керек. Қараңызшы, қаншама қасиет болу керек адамның бойында. Кейде актерлығы бар, шешендігі жоқ. Шешендігі бар, қиялы өте жұпыны. Яғни теңеулері, солыңқы, сосын бұлар өмір көрген адам болу керек. Өйткені сенің тыңдап отырған оқырманың, көрерменің қандай жағдайда отырып тыңдап отыр сені. Ол рөлде келе жатып тыңдап отыр ма? Ол қырманда жүріп тыңдап отыр ма? Ол үйде отырып бала шағасын бағып отырып, көріп отыр ма, тыңдап отыр ма сені? Оның бәрін ескеру керек. Сондықтан комментатор болу, менің ойымша, жай диктор болудың қасында әлде қайда қиын мамандық. Сосын айтады ғана, сендер сценарий бойынша сөйлейсіңдер деп. Сценарий, Нұртілеу аға жиі айтушы еді, марқұм тие берсін. Любая импровизация должна быть подготовленной деп. Кез келген комментатор өзінің эфиріне дайындалады. Алдын ала мағлұмат жинайды. Сен мысалы футболдан комментатор болатын болсаң, сен әрбір ойыншының тарихын зерттеуің керек, өмірбаянын зерттеуің керек, клубтың өмірбаянын, тарихын зерттеуің керек, шежіренің бәрін білуің керек. Сол чемпионат болып жатқан елдің спортқа қатысты дәстүрін, мәдениетін зерттейсің, тарихын зерттейсің, тілін зерттейсің. Мен мысалға Кореядағы Азиаданың ашылуына комментатор болдым. Мен Кореяның тарихын іздеп Пушкин кітапханасына бардым. Мағлұмат өте аз екен. Сол Алматыдағы Корея диаспорасының өкілдерімен кездестім. Кореяда тұратын кореялық отбасымен видео қоңырауға шығып сөйлестім. Тілін зерттедім. Сонда 1 сағаттық репортаж үшін. 1 сағаттық репортаж үшін. Сондықтан бұл өте ауыр мамандық. Бірақ сүйіп істейтін болсаң, керемет мамандық. Одан шыққан адам бірнеше университеттерді бітіріп шығады деп есептеймін мен. Ал егер сен сол олимпиадаға барып отырып комментатор болсаң, одан асқан бақыт жоқ. Өйткені сенің алып келген білімің, осыған дейін оқыған білімің сол жердегі атмосферамен толығады. Сол жерде көрген, танысқан адамдарың, сөйлескен спортсмендеріңнің әңгімесімен толығады сенің комментарийлерің. Сондықтан бұл керемет мамандық. Ауыр, бірақ ләззаты да мол мамандық. Олар қартайған кезде қандай қазына шал болады. Қазына кемпір болады, комментатор кемпір болса. Енді рас, қазіргі заманда сондай бір ақсақалдарымыз жетіспейтін дей ма, меніңше бір көп жерде бата сұраймыз, бір сондай көпті көргендердің. Шал көпте абыз аз дейсің. Абыз аз, рас. Енді көбісінен айырылып та жатырық. Кезінде қандай адамдар жатырмыз. Әлі де арамызда жүргендер бар, оларды көрмей жүрген шығармыз. Қолдағы бар алтынның қадір жоқ деген мен сөздің мағынасын енді түсініп жүрмін. Әкем дүниеден өткенден бері. Бекасыл, сосын білесің бе, олар жоқ емес те шығар. Бірақ қазіргі эфирдің талабы мүлдем өзгеріп кеткен. Неғұрлым бетпақ болсаң, неғұрлым шуға, неғұрлым байбаламға сала білетін болсаң, сен рейтингтесің. Хайп құмар дейсіз ғой қазіргі заман. Ал егер тіпті сен жөні бар әңгімені салмақты етіп, ұстамды етіп жеткізетін болсаң, сенің әңгімен тағы да тырнақшаның ішінде өтпейді. Бізде бәрі гипер болып кеткен да қазір. Ашу болса да гипер, өкпе болса да гипер.
мүмкін біз бір-бірімізді тыңдаудан қалдық па? Анау бет ашылып кеткен отбасы болады ғой. Ата-анасына жекіп сөйлеу, анайы сөзді қолдана отырып сөйлеу күнделікті дүние болып кетеді ғой кейбір отбасында. Сондай жағдайға түстік па деймін. Соны жер-жебіріне жетіп, әбден адами тұрғыдан тұқыртып барып жеткізуге әбден үйреніп қалғанбыз ба? Етіміз өліп кеткен да. Бетіміз ашылып, етіміз өліп кеткен. Жалпы бүгінгі біз тақырыптың да мәні сода жатыр ғой, ұлт құндылығы. Міне ет өлді дейміз, енді қалай ойлайсыз, ол бір сыртқа әсердің күшінен болып жатыр ма? Жоқ, біз бала тәрбиеуден, балаға тәрбие беруден қателік жіберіп жатырмыз осы. Бұл жерде себеп өте көп меніңше, Бекасыл. Біріншіден, мынау нөпір ақпараттың ішінде өмір сүреміз біз қазір. Жан-жақтан келіп жатқан ақпарат, және сол ақпараттың өзі бірдеңеден қалып қоятын сияқтымыз, миллионер бол, лидер бол, бәленше бол, түгіленше бол, талап көп та адамға қоятын. Баланы да сөйтіп тәрбиелеп жатырмыз. Анадан қалып қоясың, ақшадан қалып қоясың, біреудің қатарынан қалып қоясың, ойбай, ананікі 2 этажды үй соғыпты, мынанікі 3 этажды үй соғыпты деген сияқты. Той жасасақ та бір-бірімізден асып түсетін. Анадан асып түсу керек. Сол бір қарбалас, қарманып үлгеру. Сол бар бір жағынан. Екінші жағынан, қалай десем екен, уақыттың өзі 24 сағат емес, бір 17-15 сағат сияқты. Соған үлгеріп қалуымыз керек та. Асықпай отырып ойланатын, үнсіздікте отырып ой жинақтайтын кез жоқ бізде қазір. Күнде көзіміз жұмамыз, тұрамыз, жүгіріп кетеміз. Әрқайсымыздың өзіміздің тірлігіміз бар. Тірісің ба? Тірі. Барсың ба? Бар. Қалжырауданда қалдық дейсіз ғой осы күн. Қазір адам сол 24 сағаттың ішінде өзі саналы түрде ең болмаса бір 30 минут дамылдап отырып, әңгіме айтып, төрт көзіміз түгел отырып шай ішетін уақытты табуды саналы түрде жасау керек. Саналы түрде 24 сағаттың ішінде 1 сағатты отырып баламен кітап оқу. Саналы түрде. Уақыт жетпей жатса да басқа түрліктің бәрін жиып қойып, дүние өлсе өле берсін. Дәл осы жерде мен қазір балама барып өлең оқып беруім керек, кітап оқып беруім керек. Я екеуміз киноға баруымыз керек, екеуміз бүйтуіміз керек, сөйтуіміз керек деген нәрсені саналы түрде дүние төңкеріліп кетсе де мен осын жасауым керек дегенге шығуымыз керек. Басқалай жол жоқ. Императивті түрде соны жасамасам, мен ата-ана деген атым құрсын дейтіндей жағдайға жетіп тұрмыз біз қазір. Қанша уақыт емес, қандай сөз айттың, ол уақыттың сапасы маңызды да қазір. Білім алсаң да сол. Сен бұрынғыдай, мысалы қазірде сондай пікір қалыптасып жатыр ғой, университеттер бұрынғыдай 3 жыл, 5 жыл оқу керек пе, керек емес пе деген. Оқитын оқуыңды 2 жылда, 1,5 жылда бітіріп алуға болады ғой. Ақпарат көп қой. Қалғанның бәрін өзіне қоя бер. Өзі іздеп табу керек. Ең бастысы ақпарат тауып, іздеп табатындай білім бер оған деген сияқтыға. Сондықтан қазір сапа маңызды. Ал сапа іздеп жүрген кезде біз сапасыз дүниеге көп шалдығып жатырмыз қазір. Сапалы мен сапасыз қазір аралас болып жатыр. Бір қазанға бәрі құйылып жатыр. Соның ішінен өзіңе керектіні ала білу, соған уақыт жұмсау ең қымбаты осы болып тұр. Бала тәрбиесінде де дәл сол. Көп нәрсе бар. Балаға керекті анау да бар, мынау да бар, математика да керек, тіл де керек, анау да керек, IT да керек, бәрі керек. Бірақ жеме-жемге келгенде баланың тегінде не бар? Оның жаны не тілейді? Оның маңдайына жазылған не бар? Қандай кітап жазылған оның маңдайында? Алланың бергені. Сол болады. Өйткені қазірдің өзінде біз мынау экономикада 3 жылға жоспарлап жатырмыз ғой. 1 жылға да жоспарлай алмаймыз. Ертеңгі күніміздің өзін не болатынын білмейміз. Сондықтан мына қарбаласта біз бір-бірімізге қарап, не болды өзі? Сіз менен сұрайсыз, мен сізден сұрап отырмын.
не болды өзі, біз қандай өмір сүріп жатырмыз, біз не беріп жатырмыз, неге үлгеріп жатырмыз, нені үлгермей жатырмыз деген сияқты сұрақтар қоямыз. Өйткені бәріміз де абдыраған жағдайда өмір сүріп жатырмыз. Енді жаңадан бері айтып жатсыз, біраз мардымды әңгіменің ішінен көп нәрсеге зейін қойдық. Өзі телевидениеға қайта оралсақ деп отырмын. Әкем өз кітабында жазып өтті, телевидение өлді деп. Бірақ оның, мына айттыңыз ғой, бәйгеден ерте суырып алған тұлпар сияқты деп. Енді соңғы бір қайтыс болар жылының алдында өзі де осындай бір сұхбаттар жазып бастады. Біз кімбіз деп қазір де әлеуметтік желілерде кең тарап жатыр. Енді Амангелді Сейітхан өзі бір толық ашылмаған адам сияқты болып көрінеді меніңше. Сіздіңше Амангелді Сейітхан енді бір қандай адам ретінде қалыптасты ойыңызда? Дос па, ол кім болды сіз үшін? Әрине, мен Амангелдіні досым ретінде еске алам, әріптесім ретінде еске алам, өйткені бірге жұмыс істедік екеуміз. Енді ер адамдардың достығы бөлек, енді екеуміздің басқалармен қайдам, бірақ екеуміздің арамыз өте жылы достық болды деп есептеймін мен. Маған оның ағалық көңілі болды. Екеуміз өмір жайлы, отбасы жайлы, телевизия жайлы, елдегі болып жатқан дүниелер жайлы отырып сырласатын едік. Мені Данчо деуші еді ол. Мен оған еркелейтін тұғыммын. Тұғыммын деп Қызылордаша айтам. Оның маханшының тілі бар. Бәріміз енді жан-жақтан жиналған жастарымыз ғой сол кездегі. Және қазақтың жадында сақталған Амангелді бар. Амангелді өзі дала ғой, қазақтың даласының өзі. Айтыстың ақыны болғандықтан ол қазақтың өзі болмай қайда барады? Сөздің майын тамызатын, қазақы қалжыңды түсінетін, қағытпа әзілді шебер қолдана білетін шешендігі, оның кісілігі, оның тапқырлығы, оның ортаны толтырып әзілдейтіні. Өзі кіп-кішкентай толық жігіт қой, енді бұлай бойы да биік емес, өзі жігіт сұлтаны деп кіріп келген кезде ақ дейтін жігіт емес, бірақ ортаға отырған кезде сол ортаны жадыратып, толтырып, әңгімесімен елді аузына қарататын жігіт еді. Сондықтан сенің әкеңді аңсап, әкем қандай еді деп сенің сұрағыңды маған қойып отырғаның, сенің көңіліңді мен өте жақсы түсінем. Көз алдында жүрген әкесінің дәл осылай аяқ астынан ажал құшып кете барғаны кімге де болса оңай емес. Мен бекасыл көңіліңді түсінем. Бізді көрген сайын сен әкеңді көргендей боласың. Бізден сол әкеңнен көрмеген дүниені мүмкін осы кісілер айтатын шығар деп бізге елеңдеп тұратыныңды да түсінем, өте жақсы түсінем. Менің әкемнің өзі де ерте кетті. Менің баламның да әкесі осы биыл қайтыс болды. Ол да ертең дәл осылай естиді, дәл осылай іздейді, елегізеді. Ол өкініш сенің бойыңда өмір бақи қалады, бекасыл. Сондықтан сен біздің де ұзақ тірі жүргенімізді қалайсың? Міндетті түрде. Өйткені мен мысалы осы күнге дейін 70-тен асқан үлкен кісілерді көрсем, менің әкеммен қатарлас 50-ші жылдары туған азаматтарды көрсем, менің әкем де дәл осылай жүрер еді ғой деп қатарынан көргім келіп тұрады. Сен де дәл солай өмір сүресің енді. Осы көңіл кетті, өмір бақи осылай аңсайсың. Бізді көрген жерде біздің қатарымыздың кетігін көріп тұрып, әй ана орын менің әкемдікі еді ғой деп отырасың. Ол өмір бақи солай болады. Сондықтан мен қанша рет айтсам да, менің қатарымдағы қыз жігіттер қанша рет айтса да, әбекең жайлы сен тоймайсың. Сен бәрібір шөлдеп жүресің сол әңгімеге. Ол басымнан өткен.
бір ғана нәрсемен қайтарайын, бір ғана сөзбен қайтарайын, Бекасыл, сенің әкең өте жақсы адам болған. Адамның осындай суыт хабарды естіген кезде адам неге көз жасына ерік береді? Амангелдінің кеткенін естіген күні мен Бурабайдың орманында келе жатқам. Сол кезде қасымда ешкімнің болмағаны қандай жақсы болды деймін. Мен өзім ерік беріп, айқайлап ішімдегі шерді шығарып алдым. Оның алдында бейсен кетті. Орман жаңғырып кетті, жан-жағымның бәрі. Қалайша деп. Осындай қатарыңның кетіп жатқан кезде сен оны жерлеумен бірге өзіңнің жаныңның, жүрегіңнің, өміріңнің бір парасын жерлейсің. Сен еңіреп жылаған кезде ол кетті деп жыламайсың. Сенің өміріңнің бір парасы кетті деп жылайсың. Өзіңді жоқтайсың. Сондықтан Әбекең де, Нұртілеу аға да, Бейсен де, кеше өмірден озған менің 15 жыл өмірлік жарым болған Владимир Рерих кеткенде де, ол бәрібір біздің өміріміздің бір парасы. Дұрыс айтасыз. Әңгімеміз көңілсіз болып бара жатыр. Бірақ өмір жалғасады. Сен барсың, кеше жөргекте жатқан Бекасыл. Володяның артынан ұлы қалды, әлім. Соның көзі, өзі болып, менің өмірімнің шуағы болып өсіп келе жатқан. Сондықтан сендер аман болыңдар. Сендер осындай біз білетін достықты, біз білетін әріптестікті, біз білетін кәсібилікті, кәсіпке деген адалдықты сендер жалғастыруларың керек. Осы туды сендер жықпаңдар. Осы өмірден сен өзіңнің қазір жасың нешеде? 20-дан. 20-дан. 20-да. Бар жоғы 20-да, соның өзінде сен біраз нәрсеге көңілің толмай отыр. Соның бәрін реттеуге, соның бәрін өзіңнің өміріңнің қағидасы етіп жүрген сен сияқты жастардың қатары көбейсе, дәл осы моральмен, осы руханиятпен өмір сүрген. Онда біздің де үмітіміз өлмегені. Осы туды жықпасаңыздар, осы тура жолмен жүретін болсаңыздар, біздің де өміріміздің бекер емес екенінің бір анығы осы. Ал кейбір болса жастар қазір душнила деген сөзді айтады. Иә. Ол ондай емес қой деп бірдеңені айтайын деп жатсам, ой, душнила. Бұл өмірдің заңдылығы. Адам өскен кезде, өсіп келе жатқан кезде, әсіресе мына жас өспірім жасында максималист болады. Өмірдің бәрін қайта өзгертіп, сендерге өзіне дейін болғанның бәрі қате, өзіне дейін болғанның бәрі адамзаттың қателескені деп есептейді. Адам қартайған сайын консерватор болады. Біз неге мысалға жастар қазір жұмыс ауыстырғанды, жер ауыстырғанды, мемлекет ауыстырғанды қалыпты жағдай деп есептейді. Ал 40-тан асқаннан кейін адам өзінің тұрғылықты мекені болса екен, тұрғылықты үйі болса екен, меншігі болса екен деп өмірін өзі ауырлата бастайды. Өйткені оның бәрі жүк қой. Жылжымайтын мүлік, тұрақты орның, тұрақты жұмысың деген сияқты. Ал жас кезіңде адам кәдімгі бір ғана рюкзакпен саяхатшы сияқты визасыз шекараның бәрін асып өтіп кете береді. Бұл жастық кезде қалыпты жағдай болып қабылданады. Сондықтан біз оларға душнила боламыз, біз оларға шлагбаумбыз, аяғындағы таспыз. Бірақ біз оларға, біз жастарға, сендерге
өмірдің тәңірден берген шекті ғана мерзімі екенін еске салып отырамыз. Сондықтан біздің базардан қайтқан уақытымызды әр жылымыз, әр күніміз, әр секундымыз есептеулі, санаулы екенін біз түсініп отырмыз ғой. Сондықтан бәрін уақытылы жаса деп естеріңізге салып отыратын душнила сол бізбіз. Бірақ сол душнилаларды біз сіздердің жастарыңызға жеткенде түсінетін сияқтымыз ба деп қаламын мен. Сол біз краш бола алмаймыз сендердің қастарыңда. Біз кринж болып отырамыз қастарыңызда. Түсініңіз бе? Тренд болмадық, бірақ бренд болып қалыптасуымыз мүмкін дейсіз ғой. Бренд болудың да оңай емес екенін түсіндіреміз сіздерге. Трендтің уақытша екенін түсіндіреміз сіздерге. Стиль мәңгілік нәрсе, ал мода өткінші екенін түсіндіретін біз. Қастарыңызда сондай бір душнила отырмаса, өмір қызық емес. Соңында ескересіз. Менің балам 14-те, сондықтан да мен осы сөздерді күнде естігеннен кейін саған айтып отырмын, айналайын, Бекасыл. Мен мүмкін менің қатарымдағы, мен енді кешірек балалы болдым. Сол кезде ойлаушы едім, мен ертең заман озып кеткен кезде мен 14-тегі, 15-тегі баламмен не туралы сөйлесем, мен бұның тілін түсінбеймін ғой десем, жоқ, мен қазір 52-демін, балам 14-те. Бірақ мен оның тілін түсініп отырмын, өйткені ол күнде маған душнила дейді. Қалай ойлайсыз мына? Енді балаңыз жас қой, соның арқасында өзіңіз жас сезінбейсіз бе? Жас сезінемін, өйткені менің қатарымдағы қыз-келіншектер қазір әже атанып отыр. Бесік тербетіп әже атанып отыр. Тойға бәленшесінші немеремнің тұсаукесеріне кел, бесік тойына кел деп жатады. Ал маған оның бәрі алда болғандықтан мен әлі жас сияқтымын. Әлі ойнақтап алдымда жасөспірім бала болып, жаңағыдай сөздерді айтып отырады, жаңағыдай тентектік жасайды, сондықтан бұның бәрі менде әлі уақыт бар ғой деп отырам. Бірақ айналдырған бір 6-7 жылда менің балам да өзің сияқты 20-ға 21-ге келетін жас жігіт болады. Сондықтан мен әлі заманнан қалмауым керек, көштен қалмауым керек. Мен әлі де өз күшімде, қауқарымда болуым керек. Мен заманның технологиясын түсінуім керек. Мен ақпараттың тілін түсінуім керек. Сондықтан мен әлі заманмен желаяқ болып қатар жүгіруге белсенді болуым керек. Әрине. Соған дайын болуым керек. Дастархан басынан басталады деп әкем айтып еді өз тәрбиені. Жаңағы сіздің жаңа заманның жаңа сөздері меңгеріп жүрсіз ғой. Енді меңгергенде меңгерем демес демей, күнделікті менің әлімім айтып тұрғаннан кейін құлағыма әбден сіңіп қалған. Енді мына әкем айтушы еді өзі тәрбие деген өзі бір тамақ ішуден басталады деп. Өзі тәрбиеге өте бір айрықша зейін қойған адам еді. Енді бағанадан бері сіз естелік айтып жатсыз ғой дос ретінде. Енді әке ретіндегі Амангелдіні мен солай көрдім. Өте бір Абайдың Құнанбайы бар ғой әкесі. Сол Құнанбайға теңеймін мен көп жағдайда. Әрине. Өйткені бір әкенің сесі жалпы тәрбиенің бір қалыптасуына өте бір үлкен себеп болды. Енді бір осындай бір тақырып қозғап жатқаннан кейін де Амангелдінің бала тәрбиесіне деген көңілі бір ерекше болды. Енді бірақ мен енді айта алмаймын ол кісі бір біздің тілде, біздің деңгейде толық сөйлесе алды деп. Бірақ ол жаңа сіз айттыңыз ғой, біз сол бір байырғы заманның негізгі көрінісінің жақсы тұстарын сендерге беруші адамбыз деп. Ол кісі көп жағдайда сол ұстаныммен жүрді. Бізге сол ұлт құндылығының не екенін түсіндірді. Өйткені былай қарап тұрсақ, мына соңғы кезде айттық қой, енді подкасттар жазды, сұхбаттар түсірді деп. Соның барлығы бар ғой, бір күллі қазаққа ғой енді, бірақ қанша дегенмен маған да бір үлкен әсерін тигізіп жатыр да. Бірақ сол кезде мен үйде болғам, сол бәрін жазған кезде. Қалай деймін да, сол кезде қалай назар аудармағам деп мен қазір қатты өкінем соған. Енді мына зар заман ақындарды айтады, азусыз тар заман, азулы бар заман дейді. Енді қалай ойлайсыз, қазір енді бағанадан бері айтып жатырық, балаларды біз күнде салыстырамыз деп. Мынаның баласы былай болды, мынау былай болды. Сол азуды қайрай берген сайын, сол қайралған азу бір күн өзімізге кеп жармаспай ма? Сол бала тәрбиесінен кеткен.
сондай бір қате тұстары деп білеміз ба бұны? Бұл бәріміздің, жалпы пенденің бойында бар нәрсе, бәрін кеш түсінеміз. Бір кем дүние деп өкінішті бекер айтпаған ғой, суреттемеген ғой біздің атақты қаламгеріміз. Мысалы, жаңа айтып отырсың ғой, Абайдың қара сөздерін әкем менің көзімше жазған кезде мен қайда болдым деп. Мен түсінбедім деп. Бәріміз де солаймыз. Тіпті ғұламаның баласы әкесінің қасында тәрбиеленіп жүріп, менің әкем ғұлама екен деп ойламайды ғой. Оны әке деп қана, үйдегі әйтеуір үлкен біздің үйіміздің киесі, әкесі, отағасы деп қана. Мен солай білдім. Қабылдайды. Менің баламда дәл солай. Мені мысалға мама деп қабылдайды, анам деп қабылдайды. Мен сыртқа шыққан кезде, мен Дана Нұржігіт деп біреу танып жатса ғана, мама сені танып жатыр ғой деп, не үшін танып жатқанда ол түсінбейді. Кейін мен қартайғанда, өзі есейгенде мүмкін бір есіне алар. Кеше әкесі кеткен кезде де оған сенің әкең осындай болған, сенің әкең осындай болған деп Құдай тамағына келген әріптестері, достары осындайды айтып жатқан кезде, оның әлі басына кіріп шығып жатқан жоқ әкесінің қандай болғаны. Медиа әлемінде шынымен де өз орны бар тұлға етін Владимир Рерих. Сенің де әкең туралы қазіргі өкініп отырып, еске алып отырғаныңмен, бала кезіңдегі әкенің кейпі екеуі екі деңгейдегі дүние. Солай ғой? Әрине. Оның бәрі сен есейген сайын өкініш қаптай береді сенде. Мен неге соны кезінде тыңдамадым? Мен неге соны былай деп қабылдамадым? Деген өкініштің бәрі. Бірақ соның арасында сол өкінішпен бірге саған әкенің құны, әкенің орны біліне береді. Уақыт емші дегенге мен онша сене бермеймін. Мен де сенбейтін болдым. Уақыт емші емес. Уақыт өткен сайын сен әкеңнің құнын түсінесің, әкеңнің орнын түсінесің. Мен өздеріңізге әкеңнің 40-ына бардым ба? Бардыңыз, келдіңіз. Әкеңнің 40-ына барып, сол жерде Назгүлді көрген кезде мені шығарып салып Назгүлдің айтқан есімде. Мен өкініп тұрып Назгүлге айттым ғой, неге маған телефон соқпадыңыз? Осындай Амангелді ковид болып жатыр деп. Неге айтпадың деп Назгүлге айтқан кезде Назгүл айтты. Адам баласына айтпаңдар деп осылай көрсетіп кетті Амангелді. Бас бармағын көтеріп көрсетті. Бәрі сол бас бармаққа сыйып кетті ғой деп айтты. Амангелдінің сөзінсіз, бұйрығынсыз бізде бір кесе қозғалмайды дастарханның үстінен. Дана деп айтты Назгүл. Сосын мен тағы бір түсінгенім, үйлеріңде бір-ақ рет болдым мен. Сол сен дүниеге келген күні бір-ақ рет болдым. Сол бір-ақ рет Амангелді мен Назгүлдің екеуінің ата-ана ретіндегі рөлін, бір-біріне деген қарым-қатынасын өмірімде бір-ақ рет көрдім. Сол ортаны бермей билегені көз алдымда. Сосын сені жүргек көріп, бізді дастарханына шақырғаны. Сонда мен түсіндім. Бұл үйдің еркегі бар. Бұл үйдің отағасы бар. Бұл үйдің билеушісі бар. Әмір беретін, бұйрық беретін, кәдімгі шаңырағын көтеріп тұрған мықты тұлға бар екені, бір-ақ рет барған бетте маған бәрі белгілі, маған бәрі түсінікті болды. Осы жерден-ақ Амангелдінің қандай жар болғаны, Амангелдінің қандай әке болғаны. Біз оны тек қана әріптес ретінде танысақ, бір барғаннан-ақ мен оның қандай, үйінің қандай асқар тауы, жар болғанын, сол бір-екі көрген эпизодтан ғана қорытынды шығардым. Бірде әкеммен машинеде келе жатырмыз. Сосын ол кезде кішкентайым сабаққа барып тастайды, таңертең суық дегендей. Радио қосады, радиода ертек айтады. Сол радио қосылғанда мен нервім ойнайтын, неге екенін айтам. Радио ойнайды, радиода ертек айтады, басқа да әңгімелер айтатын, өзіңіз білесіз, ол кезде радио қандай деңгейде еді, өзі ел радио тыңдайды. Соң қатты қосып қояды әкеміз, бірақ айтпайды тыңда деп.
сосын тыңдап отырасың ба тыңдамайсың ба, терезеге қарап ойың ауып кетеді. Мектепке жетеміз ғой, содан есікті құлыптайды, содан шықпайсың, түсінбейсің басында. Содан мына әңгіменің мазмұнын айт дейді. Мазмұнын айтып болғаннан кейін 3 сұрақ қой дейді осы бойынша. Ал кетті бітті, оны есіңе қайтып түсіресің оны тыңдамаған нәрсені. Содан апыл-ғұпыл сөйтіп, енді үйтіп айғайлап ұрсатын адам емес еді. Ондай бір ашуға салынып. Бірақ әкемнің тілі ашты болатын. Қайтып айтса да әйтеуір жүрегіңде тесіп өтетін сол кезде. Бірақ мен ойлаймын, сол бір қасиеті мына менің өмірлік азығыма айналды деп. Мына айтады, сен журналистика оқыған жоқсың. Енді болды солай сынағандар. Мен олимпиада жүргіздім ғой өйткені, халықтың алдына шықтым. Сол кезде айтты, сен журналистика бітірмеген адам, сен қалай сен комментаторлықты білесің дейді да. Мен айтамын, мен оның барлығын 3-ші класста өткен, оның бәрін мен 7 жасымнан бастап осының бәрін көрдім. Және сіз айтып жатсыз ғой, ауылға апарам дейсе баламды. Әкем де бізді ауылға апарып тастайтын. Сол жерде атқа мініп, бәйге шауып жүріп өстік. Малмен тілдестім мен басында. Содан сөйтіп өсіп келдік та. Міне қазір бірақ мынандай нәрсе қалыптасыпты қоғамда. Детская травма деген нәрсе. Ой. Сол осы бір орайда бір ақыл сұрағым келеді да сізден. Мына детская травма деп біз балаларымызды шектей берген сайын, ол детский травма емес, бір енді қазақша айтқанда расымен ақау болып кетпей ма кейін ол өскен кезде? Осындай бір нәрсені шығарып алған. Сен әке шешеңді кешіруің керек, өйтуің керек, бүйтуің керек деген. Детский травма дегенде мен мысалға ұзақ уақытқа дейін менен кейінгі 2 бауырымның интернатта өскенін айтатынмын, шешеме бетіне басып. Бұны мен мүмкін ол кісіге айтпас едім. Мектепте бір мұғалім болды. Үйдегі 3 баланы интернатқа беріп, өздері қыз жібекпен төлеген сияқты қол ұстасып кетті әне деп менің ата-анамды сыртынан сөгетін. Қазір ойлап қарасам, әке шешеме бізді интернатқа беріп оқыту, бірақ анау-мынау емес, республикалық дарынды балаларға арналған Алматыдағы интернатқа жатқызып оқытты. Интернаттағы өмірдің минустары өте көп. Бірақ қазір қарасам, олар сол замандағы ең үлгілі мектепке берген. Сол ұзаққа дейін өзің айтпақшы менің детский травмам болды. Оны мен қазір жеңдім. Қазір мен ата-анама 1000 қатта рахмет айтам. Мен жай мектеп емес, республикадан іріктеліп жиналған дарынды балалардың ортасында оқыдым. Мен мықты ұстаздардың алдын көрдім. Мен Алматыға келген ең мықты әртістердің, жазушылардың, түрлі үлкен іс-шаралардың ортасында жүрдім кішкентайымнан. Үлкен сахналарды көрдім. Радио, телевизия, соның бәрін мен 3-ші сыныптан бастап көрдім. Қараңыздар, мен интернаттың баласы болып, интернаттың киімін киіп, сол сахналарда жүрдім. Кейде бүрсен қағып, қыста концертке алып кететін. Қысқа мынандай юбкаларды кигізіп. Интернаттың нанын бөліп жедік, интернаттың қара шайын іштік, балалармен бөлісіп. Бірақ қазір ойлап қарасам, маған тегін қандай білім берген. Ата-анамның сол өжеттілігінің арқасында, әке шешемнің 3 баланы қиып сол мектепке бергенінің арқасында. Осы сөзімді естіп, маған қазір шешем риза болып отырған шығар, өйткені бір сөзге келген кезде өмір айтатын, интернатқа неге бердіңдер бізді деп. Сонда өздері оқып жүр, консерваторияда жоғары білім алып жүр, өздері жұмыс істеп жүр. Жұмыспен Есік қаласынан келіп, Алматыға өздері келіп оқиды, өздері жұмыс істейді. 3 баланы қалай қарайды? Олар ауылда біз қараусыз қалар едік, ол интернат болмаса. Сенің қандай травмаң бар? Сенің қандай арманың бар? Сен әкеңе қай жеріне өкпелісің? Мен? Мына жақсы сұрақ қойдыңыз бар ғой, өзімде жаңа сол туралы ойланып отыр едім.
мына айтамыз ғой, тірі кезінде ренжиміз, Иә. бірдеңеге көңіліміз толмай жүреді. Әйтеуір бір андай кем дүние ғой, бір жетіспей тұратын. Бірақ сол әкем қайтыс болғаннан кейін мен 1 жыл бойы, 11-ші классым ол кезде, енді тапсыратын жыл. Иә. Мен 1 жыл бойы қатты ойланып жүрдім. Осы реніштің бәрі орынды ма деп. Енді әкем бірақ тірі кезінде айтатын, кейін сен мына реніштеріңе өкінесің деп. Өйткені мен кішкене бір әкеме тартқан бір жаман қасиетім бар енді. Мен бір ойымдағын айта салам. Өйтіп тыңдап тұра алмаймын да, іштеген айтып жүрем. Сол кезде бір әкем мен тыңдайтын, бірақ соңына дейін. Бірақ соңындағы бір сөз әлі күнге дейін есімде. Бек, мына менің айтқан сөздерім кейін саған өмірлік азық болады деді. Мен ол кезде міне шын айтайын, мен ол кезде ол сөз мүлде түсінген жоқпын. Мен тіпті елемедім де ол сөзді. Бірақ сол сөз қалай менің миымда жатталып қалған, мен әлі күнге дейін түсінбеймін. Демек, сонда мына реніштің бәрі бір уақытша бір андай ішкі принциптің сенен бір асып кеткені, бір сондай енді на ошибках учиться дейді ғой енді орыстар, қателік арқылы түзелеміз ғой. Сонда қазір ойлаймын да, мен ондай нәрсе менде болмағанда екен ғой. Мен КТЛ-ді оқыдым. Ол кезде де ренжіп жүрдім. Мынандай оқуға неме берген, қинай береді өңшең еркектің ортасында деп. Оны атқа мінгізіп қоя береді, мал бағасың. Ол кезде де ренжіп жүрсің кішкене іштей. Қалада может жатсам екен деп. Енді бәрібір адам болғаннан кейін сондай нәрсе қармайды ғой. Бірақ мен атам қолында өстім сол кезде. Атам баласы болдым. Сонда қазір ойлаймын да, сол бір реніштің бәрі бекер екен деп. Сол жаңағы бастағаным да сол еді. Ана детский травманың бір ұзаққа шыдамайтыны. Бекасыл, сен бақытты баласың. Өйткені бұндай әкенің тәрбиесін көрмеген қанша бала жүр. Соны айтамын. Мен мысалға әлім 1 жас 6 айлығында әкесі Германияға жұмысқа кетті. Содан 3-4 жылда біз екі жаққа кеттік. 15-ші жылы әлім 5-те біз мүлдем ажырап кеттік бір-бірімізден. Солай деп шештік. 10 жылдай біз Германияға барған жоқпыз. Содан Владимир Рерихтің кетерінен 1 ай бұрын, 14-ші жылы соңғы рет болған біз Германияда. 23-ші жылы барып тұрмыз ғой. Міне 10 жыл, 9 жыл дегенде. Сонда мен баламның әкесінің алдында қандай, менің алдында қандай екен көрдім да. Екі түрлі бала. Әкенің алдында именетін ол баланы мен сол күні көрдім. Маған қалай еркелейтінін. Сосын әкесі, қалай жағдайың? Биттің бе? Сөйттің бе? Деген. Мен сияқты жаным, күнім, құлыным дейтін әке жоқ. Ол тік тұрып, ойнақтамай, ыржалаңдамай, көзге тік қарап сөйлеу керек екенін ұқты әкенің алдында. Әкеге өйтіп еркелеудің орны жоқ екенін түсінді. Орынсыз екенін түсінді. Әкеге жаңа қылтыңдап отырып сөйлеу керек емес. Барды бар, жоқты жоқ деп айту керек екенін түсінді. Сосын тағы бір нәрсені сыртынан көріп ұқтым мен әлімнің сөзінен. Ол жеті атасын сұраған кезде мен жақты айтады ғой. Сөйтсе, сыныптас балалар айтыпты. Сен әкең қазақ емес қой. Жеті атаң қайда сенің? Сен анаңның жеті атасын айтып тұрсың. Нағашы аталарыңды айтып тұрсың деп. Соны бұл бала сұрағысы келген екен ғой әкесінен. Соны қалай жеткізерін білмей, шашын басын сипап тұрып, ну ты же не казах? Кто твои деды? Деп сұраған кезде, ана кісінің әкесінің жүрегін жаралап алмайын ба деп сұрағын қояр алдында, мен айтқан кезде, менің сыныптастарым осылай айтты. Ол сенің аталарың емес, ол анаңның жағының аталары. Ал сенің аталарың кім? Сен қазақ емессің ғой. Әкеңнен сұра деген сияқты әңгіме айтқан ғой. Соны әкесінің жүрегін жараламай қалай айтсам екен деп, соның жолын тауып әкесінен ата тегін сұрап алғаны маған ғажап дүние болды. Сол соңғы әңгімесі өте бір өмірлік азық болатын әңгіме болды. Менің көңіліме медеу болып сол әңгіме қалды. Сол соңғы кездесу қалды.
кім білген бір айдан кейін Володя өмірден өтеді деп. Тура күнбе күн кетіп отыр ғой. Біз 20 желтоқсан күні бардық, 20 қаңтар күні түнде кетіп қалды. Тура бір ай. 21 күні таңертең таңғы 7-де біз қаралы хабар алдық. Сонда жылап отырып менің есіме түскені, менің барғаным қандай дұрыс болған. Бұл Құдайдың өзі айдап барған ау. Соңғы осындай әңгімені бала тыңдау керек екен ау. Содан соң мынандай ой келді маған. Бұдан кейін маған әлімді тәрбиелеу әлде қайда жеңілдеу болады. Өйткені оған дейін оның көз алдында әкенің образы болған жоқ. Оның есі болған жоқ. Кішкентай еді ғой кетіп қалғанда әкесі. Дәл керек кезде кетіп қалды. Ал енді мына соңғы көргені маған айтты ғой, мен әкемді таптым, тапқан күні жоғалттым деді. Көрдіңіз ба? Енді мен осы келбетімен тәрбиелеймін. Мүмкін кім біледі, егер біз әкесімен бірге тұрған кезде, әкесіне жаңағы өзің айтпақшы детский травма сияқты бір оқиғалар болушы ма еді, бастан өтуші ма еді. Ал оның бәрін бала көрген жоқ. Оның көз алдында өзінің шежіресін айтып отырған әке қалды. Енді мен оған, сенің әкең осылай айтқан еді ғой дейтін, менің болашақ әңгімелерге деген ілігім табылды, себебім табылды. Болашақ әңгімелердің дәні табылды. Көрдіңіз ба? Сондықтан баяғылар айтушы еді, соғыста қаза болған әкелердің портретімен ақ баланы тәрбиелеуге болатын еді деп. Ана Бердібек Соқпақбаевтың менің атым қожасында есіңізде ме, ана қарауыл шал қожаның басын сипап отырып айтады ғой, шашың қандай қайрат деді. Әкең Қадырдың да шашы осындай еді деп. Сіз менің әкемді білуші ме едіңіз деп. Қожа елең ете қалады сонда. О, сенің әкең жомарт кісі еді ғой деп қарауыл шал ойындағы естелігін айтады ғой. Сонда қолдаяққа тұрмайған тентек бала, сөзді тыңдамайтын, айтқанды ұқпайтын бұзық қожа ертеңнен бастап өзгерем деп өзіне өзі сөз береді ғой. Сондықтан жаңағыдай өзің айтқан әкемнің осы сөзі маған өмірлік азық болған шағын ғана оқиғалар, эпизодтар саған кинодағы фрагмент сияқты келе береді, өмір бақи. Сол сенің өміріңде өзіңе қамшы болатын, күш болатын, рухани иммунитет болатын дүние осы. Біз балаларға күнделікті жақсы бол дегеннен бала жақсы болмайды. Ол осылай 20 минут дамылдап, бір әңгімені тұшымды қылып айтып, бір шығарманың мазмұнын балаға айтқызса, соның өзі өмірлік азық болады. Мен қазір мектепте ұстазбын, Бекасыл. Ұстаз болғанда да Reading Time деген сабақты Алматы STEAM School деген мектепте Эльвира Шырымбаева деген мұғалім өзі енгізген, соны жарты жылдай алып кете алмай жүріп, маған тап болады. Сөйтіп, Дана, мынау сіздің қолыңыздан келеді дейді. Сонда біздің сабағымыз осы оқыған шығарманың мазмұнын талқылау. Орта мектептің мақсаты өзі не? Айтшы маған, орта мектепте біз балаға не үйретуіміз керек? Меніңше ма? Енді қазіргі оқу программасына әрине мүлде қарама-қайшы менің ойым. Орта мектеп деген бір ғана ірге тасты. Орта мектеп не үйрету керек, айтшы? Ірге тасты қалап беру керек. Қандай ірге тас? Өмірге деген талпыныстың. Менің түсінігімде бала 7-8 жасқа келгенде ол бірдеңе оқыса, одан не оқыдың деп сұрау керек. Ал одан кейінгі жаста, әсіресе мына жасөспірім жаста, не түсіндің деген сұрақ қою керек. Сонда менің түсінігімде орта мектеп баланы ойлануға үйрету керек. Қалғанның бәрі бекер. Мынау soft skills, hard skills деп жатады ғой. Hard skills да керек, бірақ soft skills-дағы ең басты нәрсе рефлексия. Мүмкін сен үшін бір жаңадан ашылған бір жаңалық болатын шығар, бірақ көп адам ойлану дегенді білмейді ғой. Рефлексия дегенді білмейді ғой. Эмоция сөйлеймін сонда біз үшін. Қорыта білмейді.
алған ақпаратты сараптап қорыта білмейді. Әйтеуір бір үстірт. Ананы ойлаймын, сосын я так думаю, мен солай ойлаймын. Ол пікір емес, ол сенің ойың ғана, ол эмоцияң ғана. А неге сен олай ойлайсың? Неге ондай қорытынды шығардың? Бұның ар жағында не бар? Сондықтан да істеген ісінің бәрі жаңағыдай үстірт болады. Шешімдері де өте үстірт болады. Эмоцияға ғана негізделген шешімдер болады. Орта мектептің ең басты мақсаты да сол. Ойлануды үйрету. Оқиғаның желісін ғана емес, оның ар жағында қандай болуы мүмкін. Бұған деген қандай болған. Сыни ойлау ғой. Былайынша айтқанда. Ал жоғарғы оқу орнының ең басты мақсаты не? Сенің пайымың. Магистратураға не үшін түседі адам? MBA-ге не үшін түседі адам? Мамандық бойынша жұмыс істеу үшін. Маман болу үшін. Орта жинау, таныс тамыр жинау, дос жинау, болашақ партнер жинау. Ол нетворкингтің басы. Сосын білім көзін іздеп табу, ақпаратты іздеп табу. Ойлана білуді мектеп үйретеді, ақпаратты табуды жоғарғы оқу орны үйретеді. Бұл болашақ сенің іскерлік байланысы, адами байланыстарың. Мына шетелдік мектептерде баланы оқыту дегенге мен үзілді-кесілді қарсымын. Және бірінші университетті шетелде оқыту дегенге мен үзілді-кесілді қарсымын. Егер сен баланы осы мемлекетпен, баланың болашағын осы мемлекетпен байланыстыратын болсаң, бірінші жоғарғы оқу орны, бірінші фаундейшн бәрі осы жерде болу керек. Неге? Өйткені ол бірден шетелге кетіп, содан кейін осында келетін болса, оның мына жердегі байланыстары жоқ. Кіммен нетворкинг жасайды ол? Оның тамыры жоқ, танысы жоқ, досы жоқ. Ол жалғыз қалады. Өмірдің орта шеніне келген кезде ол жинайтын орта жоқ, дос жоқ. Оның барлық байланыстары ана жақта, шетелде. Ол өмір бақи орманға қарап ұлып отыратын қасқыр болады. Жалғыз қалған қасқыр болады. Үйірі жоқ адам болады. Сондықтан біз осы әр нәрсенің, әр адамның өзінің міндетін, рөлін шатастырып алғанбыз. Тепе-теңдік жоғалған деп айтып отырған себебім де сол. Сондықтан да әйел мен еркектің орны ауысып кеткен, күйеу мен әйелдің орны ауысып кеткен, дос пен әріптестің орны ауысып кеткен. Ең жақын шеңберің, сәл әрірек тұрған шеңберің, одан кейінгі шеңберің, әр қайсының өзінің шекарасы, өзінің орны, өзінің коммуникация жасау реті болады. Сен мысалы әкеңе айтатын сөзіңді сен әріптесіңе айта алмайсың. Әрине. Әріптесіңе айтатын ақпаратыңды сыр деп туысыңа айта алмайсың. Әрине. Келініңе айтатын нәрсеңді сен құдағиыңа айта алмайсың. Бұл коммуникация өнері. А мұның бәрінің ар жағында түрлі этика жатыр. Түрлі дегенім, қазақи этикада ол мүмкін, европалық этикада ол жоқ. Я болмаса ол қалыптаспаған. Сондықтан осы жайтты да біз ескеруіміз керек. Қандай мемлекетте тұрамыз, қандай дәстүр бізге қалыпты жағдай болып қабылданады, қайсы бізге мүлдем жат. Осының бәрі тәрбие деген ол қатпар нәрсе ғой. Және мен бұл тәрбиеде мен енді Макаренко емеспін, Сухомлинский де емеспін, бірақ өзімде бала тәрбиелеп отырған ана ретінде мейлінше қате жібермеуге тырысамыз. Кейде сол тәрбиемнің бір ұшын көріп қалам. Мына бала бойына бірдеңе түйіпті ғой деп. Оның бір көрінісі, мысалға мен дүкенге бардық бір күні, Әлім екеуміз. Балаға анан алдым, мынан алдым. Бір кезде қарап отырсам, тағы бірдеңе алғысы кеп тұр. Жұтынып тұр кәдімгідей, көз жанып тұр. Бір кезде, мама, анау керемет екен деп жаңа мақтап тұр да. Бірақ қанағат, мама, бүгін біз көп нәрсе алдық дейді.
соған мен қуанып кеттім. Иә. Қанағат деген сөзді біледі екен менің ұлым деп. Түсініп тұр ғой не Иә, екенін. мен сізді бүгін қатты жақсы көремін, мама, сіз маған көп нәрсе алып бердіңіз дейді да. Бірақ менің жалғыз екенін түсінеді. Иә, менің еңбегімнің құнын түсінетін мен көріп қалдым. Сондай кішкентай өзімнің тәрбиедегі жеңісімді көрген кезде кез келген ата-ана сондай. Сенің мысалға комментатор болғаныңды марқұм Амангелді көрсе, ол қандай бақытты болар еді. Мен жетпеген биігіме балам жетіп отыр деп, ол қалай марқаюшы еді, достарына қалай мақтанушы еді. Оның бәрін Назгүлжанға ғана жазған екен. Ал сенің комментатор ретіндегі жемісіңді көрген кезде Амангелді төбесі көкке бір ел жетпей қуанар еді, бөркін аспанға. Сондықтан біздің қуанышымыз ендігі жерде балаларымыздың жетістігі. Балаларымыздың кішкентай болса да адами жасаған жақсы қадамы, сөзі, болашақ кәсібіне деген жасаған дұрыс таңдауы, сондай нәрседен қуанып, біз марқайып отырамыз. Иә. Енді Дана ханым, жалпы бұл расымен басында да айттық. Біз мына Амангелді Сейітханды да айттық, Бейсен Құранбек. Жалпы енді қазақтың маңдайына біткен, осы өмірде талмай еңбек еткен азаматтар марқұм болды. Солардың жақсылықтарын айттық. Бірақ бұл жерде енді персоналды тұрғыда әрине біз ондай бір жабық нәрсені қамтыған жоқпыз. Күллі көрерменге бір жете қабыл болатындай мағлұматтар айттық деп ойлаймын. Енді расымен қалай, сіз Астанадасыз, мен Алматыдамын деген сияқты. Бір шай ішіп отырайық десек, қазір өзіңіз бағана айттыңыз, қарбалас. Мынандай әңгіме болмаушы еді деймін да енді. Иә. Енді осындай бағдарламалар көп болса, меніңше енді ұлттың құндылығы да көк көрлейді деген кәміл сенімдемін. Сол себепті де бірінші кезекте сізге көп рахмет. Және де мен ойлаймын, осындай бір сіз секілді көпті көрген дана да батыл аналарымыз бар кезде еркекте ез болмайды. Себебі еркекті көкке өрлететін ол әйел бірінші кезекте. Және сіздің де қандай сынақтардан өткеніңізді ел жақсы біледі. Оны көрген өткенше жас арулар да сізге қарап бой түсейді деген кәміл сенімдемін. Сол себепті де жеңісті күндерде бірге жүздесіп жүре берейік. Керемет. Мен де осы жерде бір қосып кетейінші. Әрине. Бекасыл қарап отырсам, біз бір редакцияда жұмыс істеп, бәріміз жұмысқа кірістік. Балаларымыз үшін еңбек етіп жүрміз деп ойладық. Күнделікті қарбалас қой, жаңағы өзің айтпақшы. Сөйтсек біз өзіміздің сүйікті ісімізбен айналысқанбыз біріншіден, кәсібімізбен. Балаларымызды асырағанбыз. Сөйтсек біз нан тауып жүріп, өзің сияқты ақылды балалар да тәрбиелеппіз. Әрине. Әңгімемізді Амангелдінің үйінде болған қуанышты оқиғадан бастадық қой. Кім білген 20 жылдан кейін сол мен кірген кезде Назгүлдің жөргекке орап жатқан кішкентай нәрестесі алдыма келіп, Дана апай, мен сізден сұхбат аламын дейтін күннің дәл осылай келе қалатынын, және ол Астананың төрінде болатынын кім білген? Кім білген? Өмір дегенмен ғажап. Өмір дегенмен адам тоймайтын ләззат. Өмір дегенмен керемет тосын сыйлар. Оның ең басты тосын сыйы біздің ұрпағымыз. Бүгінгі руханият туралы, бала тәрбиесі туралы әңгімемізді мен ана ретінде бұлай деп бітірер едім. Өмірде бәрі маңызды. Бірақ өзіңнен кейін қалған саналы ұрпақтың сені
өзің кеткеннен кейін әй әлгінің баласы ма дегізбеу. Бұл өмірдің бір ғана қорытындысы жақсы адам еді деген. Иә, дұрыс айтасыз. Мен сенің әкең Амангелді жайлы осы бір ғана сөзбен қайырушы едім. Жақсы адам еді. Жатқан жері жарық болсын. Жеңісті күндерде жолығайық. Айтуға келгенде қалқам-ау сөз дайын. Қазақтың данасы-ай, жас үлкен ағасы-ай, бар демес сіздей бір адамзат